Тон туневынкы сенсациясы ақында Донецк шахтері чемпионлар лигасының тақымлар турнирінде ярышыны башлады. Украинлер 2-1 эсабы еле металлист стадионында Италияның Наполи тақымына янды. Донецк ойыншыларынан Тайсон ве Факунде Феррайра гол урған еді. Мұсафирлерден 11 метрден Аркадиуш Милик орды. Итальянлар да ура біледі. Амма Андрей Пятов ось усталығыны костырды. Шахтер голкипері үшін бұ Авропа клубларында 100-нчы матч еді. Паулу Фансикінің шергетлері невбеттеке ойыныны сентябрінің 26-сында Манчестер Ситиде мұсафірлікте олып көстережек. Айны вақытта Дортмунд Боруссия әркенында ойнаған Андрей Ярмоленко да эсапны ачты. Динамоның сабық ойыншысы чемпионлар лигасында Тоттенхэмге қаршы ойынында 11-нчы даққада жаза голыны орды. Ама тақымның зәфері үшін голу етерлі олмады. Бір уч қайдетмек кереке ilk голу чемпионлар лигасындаки тақымлар ярышының бірінші турында УЕФА версиясы бойынша ең ие гол унванына намзет ола. Украинаның рақыплары Педро Родригес, Гарри Кейн, Лионель Месси ве Дженк Тосон. Андрейге УЕФА ресми сайтында қол тұтмақ ве рей бермеге мүмкін.